Сен еркексің бе, баласың ба? Еркек пен баланың айырмашылығы неде? Баланы әке-шешесі асырайды. Бала өз бетімен өмір сүре алмайды ол. Ал еркек өзін асырай алады. Өзін асырап және отбасын асырайтын болса, ол нағыз еркек. Ал сенің жасың 50-де болып, бірақ әке-шешең сені асырайтын болса, сен әлі еркек емессің, сен баласың әлі. Мені жамандап жүр, менің артынан жаман сөздер кетіп жатыр. Негізі мен ондай емеспін деп көрінген отырыстарда ақталатын жігіттер болады. Енді сен прав болатын болсаң, айтпайсың мына жігіттерге, неғып айтып жүр ол артынан десе, оларға айтқаннан пайда жоқ деп. Егерде сен оларға айтқаннан пайда жоқ дейсің, мына айтып тұрған сөзіңнен де пайда жоқ. Несіне елдің алдында бықсып жүрсің онда? Егерде дұрыс бола тұра, сол дұрыстығыңды айта алмайтын болсаң, онда жағдайың мәз емес, қиын. Нағыз еркек көрінген адамға шағымданбайды. Еркекше өмір сүрейік, балалар. Не істеймін мен? Өлейін бе менен? Ақша жоқ. Өл. Әрең жүрген жігітсің сен. Керемет ақша табатын жігіттердің арасында қосылып аласың да, солардың қалыспаған келеді да, отырыстардан қалыспай. Қазір отырыс деген кәдімгі ақша қалтаңда періп жүреді, кәдімгі тапқан таянғанды. Сол үшін ойлану керек та, бір жерге барар алдында. Әй, мен шамам жете ме? Мен қазір бала шағам бар, квартирам бар, памперс бар. Немесіне ұяласың? Үйге келгенде ұялмайсың ғой сен. Өлейін бе деп айтасың. Сол айт мына жігіттерге. Өлейін бе, не істеймін, мен бара алмаймын де. Керек емес жерде өзінше бір жомарт болуың қажет жоқ. Жомарттықты үйге көрсету керек. Мен өзім 4 қызым бар, мен қаламаймын бар ғой, мен күйеу балаларым бүйтіп сығып, мен қыздарыма ақша бір болмайтын памперсіне, аяқ киім деген кезде бүйтіп өз жанұясына қол ашық болу керек. Ал басқа бір бауырлар не деген кезде сен уже артылып атса жанұяңнан, онда сол жерде отыр, іш же. Ең бірінші приоритетті тұрған ол сенің семьяң. Бұл сөз өзінің иелерін табады. Бірақ жағдай бола тұра әйелін тоздырып жүрген адамдар болады да мен. Ол әйелін әке-шешесі көріп, жаны ашып, киім алып береді. Соған ана үйреніп қалады. Киім алып береді, ана деп тозып кетті десе, әке-шешең бар ғой, алып береді дейді. Сен еркексің бе? Қандай сен намысың бар? Сен намысың бар ма жоқ па? Сен ол қызды алған кезде керемет әп-әдемі қылып алып кеттің ғой. Тоздырған кім ол? Сен ғой тоздырған. Әдемі қылып алдың ба? Әдемі қылып ұстап жүрсеші.